Менің отаным Қазақстан. Мен отанымды сүйемін. Қазақстан мен үшін, менің ата-бабаларым үшін өте қасиетті мекен. Осы елде дүниеге келіп, еңбек етіп, білім алып келеміз. Және қазақ тілінде сөйлеуді, қазақ халқының салт-дәстүрлерін білу міндетіміз деп санаймын. Менің еліме деген махаббатым жүрегімнің түкпірінде жатыр. Отанға деген адал махаббатты қандай заң, қандай құбылысы болсын өшіре алмайды. Бүгінгі күні Қазақстан бақыт ордасына айналып отыр. Құс ұясыз болмайды, адам отансыз болмайды дейді. Ал менің отаным сонау Каспийден бастап Алтай тауларына дейін созылып жатқан қасиетті өлке. Біздерде Абылайдың саясаткерлігі, Қабанбайдың ерлігі, Қазыбектердің биліктері, Жиренше шешендердің шешендігі, Абай Махамбеттердің ақылдылығы бар. Оған қоса ата-бабалар мұра етіп қалдырған асыл қазына жеріміз бар. Біздің жерімізде кең, қасиеті ғана емес, қазба байлығымен дүниежүзінің алдыңғы көшін бастауда. Мен егеменді елімнің ертеңімін. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп, Абай атамыз айтқандай, отанымның жарқын болашағы үшін өз үлесімді қосуға тырысамын.